Қожа Ахмет Яссауи түркілерге иманды, исламды ғана қайтарып қойған жоқ. Сондай-ақ түркінің көнеден келе жатқан мәдениетін, тілін, әдет ғұрып, салт дәстүрін түгелмен қалпына келтіруге мүмкіндік берген тұлға. Армысыздар ардақты көрермен, бүгінгі 8-ші сыныпқа арналған қазақ әдебиеті бағдарламасында Қожа Ахмет Яссауидің хикметтерімен танысамыз. Қожа Ахмет Яссауи қазақ халқының байырғы мәдениетінің тарихында айрықша орны бар ұлы ақын. Сопылық поэзияның негізін салушы, күллі күншығыс мұсылмандарының рухани ұстазы болған ұлы ойшыл, діни қайраткер. Өз аты Ахмет есімінің алдындағы қожа мұсылман дінін таратып, уағыздаушылық қызметіне орай берілген атау. Ал соңындағы Яссауи ақынның қай жерден шыққандығын көрсетеді. Бірақ нақтылық үшін айтсақ, Яссы қаласы оның өскен жері. Ақынның туған жері қазіргі оңтүстік Қазақстан облысының Сайрам ауданы. Әкесі Ибрахим мұсылманша сауаты бар, сөз қадірін білетін білікті адам болған. Бала Ахметтің басты ұстазы, тәрбиешісі, аталас туысы Арыстанбап. Ол өмірден озғаннан кейін Ахмет 17 жасында Яссы қаласына келеді. Дәл осы кезден бастап араб, шағатай, парсы, түркі тілдерінде өлеңдер жаза бастайды. Шығыс поэзиясы мен әдебиетіне ден қояды. Кейін Бұхара қаласында Жүсіп Хамадидің діни медресесінде оқиды. Оны тәмамдаған соң сопылық жолдың біраз ащы тұщысын татып, көптеген қалаларды аралап, туған шаһары Түркістанға қайта оралып, Арыстанбап қалап кеткен дәстүрді жалғастырады. Қожа Ахмет Яссауи бұл түркі өркениетіндегі, түркі халықтарының әдебиетіндегі, түркі халықтарының сол кезде ислам дінін қабылдаған тұсындағы үлкен көрнекті өкіл деп айтуға болады. Бізге енді Қожа Ахмет Яссауидің негізгі белгілі болып отқан тұсы әрине бұл кісінің осы дінмен айналысуы. Яғни ислам дін ішінде сол белгілі бір дінді дамыту, оны тазарту, яғни айқындау жағынан еңбек сіңірген жағы бұл енді сопылық тұсы. Сонымен қатар осы сопылық жолында жүріп, сонымен қатар әдебиетпен де, яғни поэзиямен де айналысқан. Осында ол ислам дүниесі кең таныған кемеңгерге айналды. Ал 63 жасынан бастап қалған өмірін жер астында, яғни қылуетте өткізді. Бұны Ахмет пайғамбар жасына жеттім, маған одан артықтың қажеті жоқ деп түсіндіреді. Қанша жыл ғұмыр кешкені жөнінде әртүрлі деректер бар. Бір деректе 73 жыл, келесілерінде 85 жас деп берілген. Жүсіпбек Аймауытов ақынның 149-шы хикметіне сүйеніп, Яссауиді 125 жас жасаған дейді. Оның бүгінгі ұрпаққа жеткен көлемді шығармасы Диуани Хикмет, яғни даналық кітабы, көне түркі тілінде жазылған. Өкінішке орай туындының түп нұсқасы біздің заманымызға жетпеген. Бізге жеткені 15-16 ғасырдағы көшірмесі ғана. 4 тармақты өлеңмен жазылған бұл шығармада ақын өзінің бала күнінен пайғамбар жасына дейінгі өмір жолын баяндайды. Тіршілікте тартқан азабын, көрген қайғысын айтады. Әсіресе бұл кісінің бізге белгілі еңбегі Диуани Хикмет. Осы хикметтері арқылы Қожа Ахмет Яссауи жаңағы аталған мәселелердің бәрін басын аяғына дейін қозғайды. Бұндағы ең басты мәселе әрине Алла тағалаға деген сүйіспеншілік, Алла тағалаға деген осы Алланы тану, Алланы тану арқылы соған құлшылық жасау идеялар айтылады негізінен. Бұхара халыққа үстемдік жүргізуші хандардың, бектердің, қазылардың жіберген кемшіліктерін, жасаған қиянаттарын сынап, бұл фәнидің жалғандығын білдірді. Бұл өлеңдер жинағы түркі тілді халықтардың 12-ші ғасырда сақталған әдеби ескерткіштерінің бірі саналады. Сонымен бірге қазақ әдебиетінің де орта ғасырлық нұсқасы болып табылады. Өйткені Диуани Хикмет оғыз қыпшақ тілінде өмірге келген әдеби туынды. Ысқақ баба жұрына, шейх Ибрахим құлына, машайықтар ұлығы шейхім Ахмет Яссауи. Яссы оның арасы, жатыр гауһар парасы, машайықтар сарасы шейхім Ахмет Яссауи. Ақынның
149 хикметінен. Яссауидің кітабын тақырыбы жағынан екі топта жіктеп қарастыруға болады. Біріншісі сопылық ілімнің мазмұнын өлең түрінде жырлаған хикметтер тобы. Бұған уағыз, насихат, өсиет үлгісінде жазылған тәлім тәрбие сипатындағы хикметтер жатады. Ал екінші тобы ақын өз кезіндегі дәуір қоғам бейнесін жасайтын лирикалық шығармалары. Бұл жинақ бір жағынан философ Яссауидің дүние танымының мазмұнын баяндаған, екінші жағынан сопылық ілімнің әдеби нұсқасын берген өлең жырлар, яғни ұстаздың шәкірттеріне, болашақ ізбасарларына, оқушыларына арнаған сөзі деуге болады. Бісміллә деп баян етіп хикмет айтып, тәліптерге дүруа гауһар шаштым міне деу содан. Мұндағы тәліптер деп отырғаны шәкірттер деген сөз. Жинақта бүкіл адамзатты толғандырған тіршілікті жаратушы кім, өмір дегеніміз не, адамның өмір сүрудегі мәні мен мұраты не деген сұрақтарға Яссауи де жауап беруге тырысады. Яссауи хикметтер бойынша ғаламат ғарышты, шексіз өмірді, рух дүниесін жаратқан құдірет пен хақ тағала. Ал адамның өмірінің мәні мен мұраты Алланың аманат етіп тапсырған рухани жанын дүние күнәсінен ада, таза түрінде Алланың өзіне о дүниеде қайтарып беру парызында деп түсіндіреді. Сондай махаббат қана нағыз пәк берік болмақ деп, оның небір керемет поэтикалық бейнелерінің түркі халықтары ұғымындағы махаббат ғажайыптары сурет арқылы көркем үздік образдар жасайды. Ғылым мен ілімге тек махаббат жолмен ғана жетуге болатын айтады. Махаббаттың дариясына шомылушы ғылым амал қыл, қалар көп үлгісі дейді. Мұндағы амал деп отырғаны сопылықтың шарттарын орындау әрекеттері. Жинақта хақ жолынан тайдыруға итермелеуші шайтан, нәпсі хауа образдары махаббатқа қарсы қойылады. Адам өмірінің мәні өз бойын, өз рухын сол шайтан мен нәпсі хауаға алдырмау дейді. Енді бұл еңбектердің бас идеясы әрине тек қана дін, тек қана Алла тағала деп тек қана айтуға болмайды. Бұл жерде таза сол тұстағы қоғам мәселелері қозғалған. Қоғамдағы болып жатқан сондай көптеген келеңсіздіктер суреттелген. Одан қалай шығуға болады? Мысалы, әрине одан тек қана бір ғана жол, имандылық жолы, адамгершілік жолы. Сол арқылы ғана біз осындай келеңсіз жағдайлардан құтылуымызға болады деп сондай идеялар тастайды. Сондықтан болу керек, бұл жерде де және бір шығатын жолы әрине осы сопылық жолына түсіп, яғни тазалық жолына түсіп деп есептейді. Бұл жерде бұл кісі ол үшін әуелі шариғаттан өту керек, одан соң тарихатқа, тарихаттан мағрифатқа, мағрифат арқылы ең соңында ақиқат жолына түсу керек. Ал ақиқат дегеніміз бұл жерде айтып отырған ақиқат әрине Алла тағала. Өз заманның дағдарысына дауа іздеуде Яссауи өз көзқарасы тұрғысынан мынандай тұжырымдар айтады. Алла сыйлаған жарқын өмірдің қасіретке толып, азып-тозып азғындауына адамдардың өздері кінәлі. Адамның ниеті, пиғылы, құлқы, жүріс-тұрысы, мақсат мүддесі заман қайшылықтарын туғызады деп табады. Ақын өз шығармаларында әсіресе ислам дінін таратушы, уағыздаушы, шариғат сөзін сөйлеуші, сақтаушы болуға міндетті ишан, молда, мүпти, сопы, дәруіш сияқты дінбасыларды қоғамдық сана сезімнің алдыңғы өкілі ретінде қарастырып, олардың іс-әрекетінің, мінез-құлқының, адамгершілік қасиеттерінің рухани биікте көрінуін талап етеді. Сондықтан да қоғам қаймағы рухани жалауы болған сол топтың азғындыққа түсуі заман азғындауының себепшісі екенін айтады. Яссауи сопылық әдебиетті тудыра отырып, қазақ әдебиетінде адам бейнесін, оның қоғамдағы қызметін, өмір мұратын жоғары дәрежеге қойып жасауға жол салды. Оның бұл сыншылдық дәстүрі Дулат, Сүйінбай, Шортанбай, Мұрат, тағы басқалардың жырларында тіпті күні бүгіндері де жалғасын тауып жатыр. Осымен бүгінгі бағдарламамызды